Қызын көпшіліктің көзінше тепкілеген әкенің тағдыры, өмірде болған ой саларлық оқиға. Баласы ер жетіп, үйленемін дегенді естіген ата-ананың қуанышында шек болмады. Алыс жақын ағайын, көрші қолаңды жинап, бет ашардың қамына кірісіп кеткен. Ерлан Құндыздың 4 баласының тұңғышы еді. Отағасы Ерсайынмен өмірдің ащысы мен тұщысына көніп келе жатыр. Жағдайлары орташа. Ешкімнен кем болмасын деп балаларын оқытты, қызметке орналастырды. Бұл қуанышты бұлар көптен күткен еді. Ерлан болса, Жазирамен бірге жұмыс істейді. Бір көргеннен де екеуі бір-бірін ұнатып та қалған. Отау құрып, отбасылы болсақ дегенді қыздың өзі де құптаған еді. Уақыты мен күнін келісіп, алып қашуға рұқсатында берді. Ал баласының келін әкеле жатқанына қуанған Құндыз туыстары мен көршілерін жинап та үлгерген. Тойдың болғанынан боладысы қызық дегендей, шағын ғана ауыл адамдары тез арада мал сойып, бауырсақ пісіріп, дастарханды жайнатып, дайындықты бастап жіберген. Көлікті қиқулатып, аппақ көлікпен жаңа келінді де алып келді. Ақ орамал жабылды. Өзара сөз байласып келген жастардың шаңырақ көтеруіне үлкендер дән риза. Салт дәстүрмен хабаршыларды жіберіп, қуғыншыларды күтіп алуға дайындалып жатты. Әттең, аңқылдаған ата-ананың қуанышына су сепкендей басылатынын кім білсін. Суыт келген қыздың әке-шешесі ештеңеге қарамастан баса көктеп үйлеріне бет алды. Жаңа құдаларды бұлайша күтіп аламын деп ойламаған баланың туыстары сілейіп тұрып қалды. Әкесі қызының басындағы ақ орамалын жұлып тастап, қызын отырған жерінде бір тепті. Бетінен шапалақпен тартып жіберді. Барлығы жамырасып, ашуға булыққан әкені көндіруде. Ащы суға тойып алған әке ештеңеге көнер емес. Сондағысы бәріңді сотқа беремін дегенді қайталай берді. Жаңа келінге үн жоқ. Әсті әкесінің қаһарынан қорқса керек. Әкенің қызында шаруасы жоқ. Көлікке қарай дедектетіп сүйрей жөнелді. Мұндай сұмдыққа тап боламын деп Құндыздың үш ұйықтаса түсіне кірмеген еді. Мына масқараны доғару үшін құдаларының аяғына жығылды. Ашуыңызды басыңыз, 2 жас бірін-бірі қалап отыр. Мені елдің алдында масқара ете көрмеңіз. Құлыңыз болайын, бет ашарға да дайындалып қойдық. Қазандағы етім асулы дегені сол еді. Ашуға булыққан ол, отта қайнап жатқан қазанды бір теуіп жіберді. Жиналған жұрт аң-таң, қайнап жатқан бір қазан ет ақтарылып, ошақтағы оты сөніп қалды. Сонымен қарғанып сіленіп жаңа құдалар кетіп қалды. Жиналған жас үлкендер бұны жақсылыққа жорымады. Арада 1 апта өткен соң ортаға таныстарын салып, бізден қателік кетті, құдаласайық деп өздері келді. Баласының көңілін қимаған атана оттағы қазанын төңкерген жанмен құда болуға келісті. Бұл жолы алып қашып емес, құда түсіп баруды ұйғарды. Құда болып құшақтаспай тұрып, жүз шайнасып қалғанмен амал жоқ, дастархандас болуға тура келіп тұр. Көңілі қалса жаратқанға тапсырды. Арада бірнеше жылдар өтті. Құдасының бұрынғы мансабы жоқ, жұмыстан шеттетілген. Бетін қақпай өсірген ұлы 3 рет үйленіп, бақытты отбасы болып кете алмады. Одан бөлек заң алдында істі болғаны бар. Аурушаң болған әйелін күтуге тура келеді. Кешкі асты дайындауға кірісіп кетті. Әйтеуір қызының бағының ашылғанына іштей қуанады анасы. Өкініші де жоқ емес. Қазанның астында жанған отқа көз алмай қарап ойға шомды. Қазақта қазанның киесі ұрады деген сөз бекер айтылмаған екен. Алайда ол тым кеш түсінген еді.